Сәлем достар. Бүгін нағыз отбасымен бірге отырып көретін, адамға ой салатын және сарапшылардың жоғарғы бағасын алған кино. Картер қарапайым көлік жөндейтін техник. Бір күні ол емханадан жағымсыз хабар алды. Жазылмайтын ауруға душар болған. Эдуард бизнесмен. Ол болса емхананың шығынын азайтуды ойлап жүр. Бір палатаға 2 адамнан жатқызбақшы. Оның ойынша, өзінің емханасында президент болсын, қарапайым адам болсын, бір палатада жату керек. Ешқандай VIP палатасыз, шығынсыз, тек пайда көргісі келеді. Осыны айтып бола сала, қан құсып емханадан бірақ шықты. Емханада ол Картермен бір палатаға түседі. Өзінің шешіміне қарсы шығып, VIP палата сұратады. Бірақ көмекшісінің ақылын тыңдай отыра, өзінің беделі үшін бұл ойынан бас тартты. Картерге әрдайым жақындары көңіл айтып келетін еді. Ал Эдуард жападан жалғыз, тек жалғыз жақыны дәрігер болып қалды. Бірде Картер Эдуардты құтқарып қалды да, екеуі сырлас досқа айналды. Олар бірге әңгіме айтады, серуендейді, теледидар көреді. Бір күні дәрігер Эдуардқа 1 жылға жетпейтін өмірі қалғаны жайлы айтты. Сонымен қатар Картердің да диагнозы шықты. Оның да 1 жыл уақыты қалыпты. Түнде Картер өзінің орындалмаған армандарын қағаз бетіне түсіреді. Ертесі Эдуард көмекшісін шақыртып, өзінің жұмыстарын тапсырып беріп жатқанда, байқаусызда кешегі Картердің жазғандарын көріп қалады. Жалғыз досының армандарын шындыққа айналдыруды жоспарлады. Емханада ажалды күткенше жаһан саяхатына аттануға дайындық жасай бастады. Бірақ бұл жоспарға Картердің әйелі түбегейлі қарсы болып, қайдағы біреумен саяхатқа жібере алмайтынын айтты. Ал Картер өз шешімнен бас тартпайтынын, өмірін түгелдей отбасына арнағанын, енді өзі үшін өмір сүретінін айтты. Сөйтіп, Картер әйелінің қарсылығына қарамастан Эдуардпен соңғы саяхатқа аттанды. Бірінші жоспар – парашютпен секіру. Екіншісі – көлік жарыстыру. Одан кейін жерорта теңізінің жерорта ресторанына барып балық жеу. Бұлардың бәрі Эдуард үшін күнделікті қарапайым нәрсе. Кешкісін Картердің әйелі хабарласып, қайтып келуін талап етті. Бірақ осы жолы ойынын қандырмай, қайтпайтынын айтты. Ертесі екеуі Африканың төрінен бірақ шықты. Одан кейін пирамида, Таж-Махал, Қытай қорғаны. Соңында Тибетке. Екеуі Эверестті бағындырайын деп жатқанда, қарлы боран басталды. Тек келесі жылы көктемде ғана мүмкіндік болады. Сөйтіп екеуі бұл жоспардан бас тартты. Картер де өз үйін сағына бастады. Сол үшін екеуі Гонконг арқылы Америкаға қайтты. Жолда жүргізуші Эдуардты өз үйінің емес, қызының үйінің алдына апарды. Бұған қатты ашуланған Эдуард жүргізушімен қоса Картерге де дауыс көтерді. Сөйтсе Эдуард кезінде қызымен қатты ренжісіп, өзінің беделі үшін бірінші болып кешірім сұрағысы келмеген. Картер екеуін татуластырмақшы болды, бірақ нәтиже болмады. Үйге қайтқан Картер отбасымен бірге бақытты кешкі ас жеді. Ауруы асқынған ол емханаға түсті. Бірақ бұл да соңғы арманы Эдуардқа жасалған қалжың еді. Соңында Картер армансыз қайтыс болды. Ал Эдуард болса өздігінен қызынан кешірім сұрап, татуласып, өмірінің соңын отбасымен бірге өткізді. Бұл кино сюжеті жағынан қарапайым болғанымен өмірдің шындығын ашық көрсете білді. Екеуі бұл саяхат барысында кез келген сәтте өмірінен айырылып қалатын еді. Бірақ олардың өмірге деген құштарлықтары әрбір көрерменге ой салды. Өз армандарыңызды орындауға ешқашанда кеш емес. Келесі жолыққанша.